Жамбыл облысында бүтін бір ауыл Қырғызстанның жарығына тәуелді. Көрші елден алатын электр қуатына төлемді доллармен жасайды. Бірақ қымбат тоқтың өзі жел тұрса сөніп, тұрғындар айлап тас түнекте қаламыз дейді. 17-16 жылдан бері осындай қиындық көрген Бұқара жергілікті билік өкілдерінің бейғамдығына наразы. Электр қуат ақысын төлеу үшін Қырғызстанға сабылатын тұрғындардың жайын тілшіміз Руслан Әбдіхалық айтып берсін. Меркі ауданындағы Жауғаш Батыр ауылында жарық ең өзекті мәселенің бірі. 18 жыл бұрын трансформатор мен электр желілері бағанасымен қоса тоналып, тұрғындар тас түнекте қалған. Олар 2 жыл бойы білте шаммен отырып, ақыры Қырғызстаннан қуат көзін алуға келіскен. Содан бері Бұқара мемлекет аралық тұтынушы ретінде қымбатшылыққа ұрынды. Межгосударственный неменен тарифпен алып жатырмыз. Жаңа пафер линиясы бар, басқасы бар. Әр үй 100 киловаттқа 14-15 мыңнан төлеп жатырмыз. Оның өзі проблема. Қырғызстанға бір адам апарып өткізу үшін шекарадан өту керек. Ояққа барып долларға айырбастап, оны жаңағы қайттан сомға айырбастап өткіземіз. Арнайы тағайындалған бір адам ай сайын төлем жасау үшін Қырғызстанға барып тұрады. Оның жол шығыны көпшіліктің мойнында. Осылайша онсыз да ең қымбат тарифпен есептесетін Бұқара қосымша тағы қалтадан қағылып жүр. Қымбат тоқтың өзі тұрақсыз көрінеді. Свет болмағаннан кейін, жарық болмағаннан кейін қиын ғой адам баласына. Қырғызстан беруін беріп тұр қырғыз ағайындар, бірақ кішкене жел тұрса да өшіп қалады. Bir күн өшіп қалады. Ояққа бара алмаймыз, границадан өте алмаймыз. Өту үшін біз 80 километр жер айланып барып өтуіміз керек. Ескірген бағаналар мен электр желілерін жергілікті билік ауыстыра алмайды. Өйткені олар көрші елдің меншігінде. Айта кетерлігі, осы маңдағы шекара заставасы да ұзақ жылдан бері жарыққа зәру. Олар дизельді генератор қолдану арқылы қуат көзін пайдаланады. Жалпы бұл жағдайдың бүгін ертең шешілер түрі байқалмады. Өйткені 44 шақырымға желі тарту жобасы қолдау таппаған. 2021 жылы жоба құжаттама әзірленіп басталды. Биыл экспертизадан өтті. Қазір таңда 532 миллионды құрайтын жоба сметалық құжаттама әзірленген. Салалық басқармаға берілген, бюджетте өтін бүгінгі таңда пока қолдау таппай жатыр. Қазақстанда тұрып шетел валютасына байланған тұрғындардың жайы әзірге өзгеріссіз қала бермек. Олар үшін доллар бағамының өспеуі аса маңызды. Себебі тариф қымбаттап кетуі мүмкін. Айта кетерлігі, ауылда телефон байланысы да нашар, ал әлеуметтік нысандар атымен жоқ. Руслан Әбдіхалық, Денис Храмов, КТК, Жамбыл облысынан.